ушастый нянь, қолдарыңызға салып, кішкене су құйып, алақандарыңызды жұмсаңыздар, біраз ұстап тұрсаңыздар, не болады? Қыздырады. Бір әлі ұстап тұра берсеңіздер, аштады, біраздан кейін қыштады. Рас, действительно солай. Неге? Себебі, қараңыздар, оның құрамында химиялық заттар өте көп дегенді білдіреді. Біз дұрыс киім алуға тырысамыз, ақша деген маңдай термен келеді, солай ма? Бір 3-4 жуғаннан кейін өңі кете ма киімдеріміздің? Кетеді. Қара киім жуғанда развод қала ма? Қалады. Оны қайтадан полоскать етеміз, полоскание қоямыз. Ол электричествоның расход, ол электричество судыкі, біздің уақытымыздікі, ешкім санамайды оны. Сосын жаңағы жуған кірлеріңіз бірден алып машинкадан жайып қоймасаңыздар не істейді? Иісі шығып кетеді. Солай ғой? Сосын мына машинкаларыңызды, мен бір жаман привычкам бар. Мен бір жерге қонаққа бардым ба, ваннасына кіргенде бірден машинканың кареткасын қараймын. Бұрқырап жатады. 3-4 жуғаннан кейін анау қақиып қалады. Солай ма? Солай. Бұл порошоктардың минустары өте көп. Кейбір адам айтады, менде аллергия жоқ, биыл пайда болды дейді. Себебі неге? Мынамен біз киімді де жуамыз, шторды да жуамыз, постельное белье жуамыз, түнімен жаңағыны демаламыз, сонда бірте-бірте аллергия пайда болады екен. Бірте-бірте мына өкпеміздегі каналдарды жабады екен. Астма қайдан шығады? Бәрі осы бытовой техникадан, бытовой химиядан шығады екен. Сондықтан енді қараңыздаршы, мынау порошок қандай керемет порошок. Мына мен сіздер 35 рет кір жуасыздар. 35 рет. Себебі неге? Бұл концентрат 3 килограмм кірге сіздер мынандай қолданасыздар. 3 килограмм кірге бір ғана осындай колпачок қолданасыздар. Сосын мынамен кір жуғанда кірлеріңіз жайнайды. Қазақта сөз бар, жеткізу үшін айтып жатырмын. Қазақта сөз бар, жарқырайды киімдеріңіз. Көрдіңіздер ме? Мынау осындай керемет нәрсе. Мынаның бағасы, білесіздер ме? 1800 теңге. Мына осындай. Бұл порошоктардың неше түрі, неше атасы бар. Бізде мынандайды көріп тұр, айтпауға болмайды, мынандай порошок бар. Мынау для цветного белья дейді. Егер цветной киімдеріңізді жусаңыздар, мынау жайнатады. Мынау бүкіл киімді жуа бересіздер. Осындайдың көк крышкасымен болады, ол ақ киімдерге дейді. Кейбір айтады, мынандай мен жуа алмаймын, сухой порошок керек. Неше атасы бар? 14-15 түрі бар порошоктардың. Бағалары өте-өте тиімді. Мына осындай нәрселер бар. Қазір мен сіздерге мынау 2 машинка дейік, мен сіздерге жуып көптен тез-тез қазір уақыттарыңызды алмай. Енді мынадан қараңыздар, ана жерде көрініп тұр ма? Қазір мен көрсетемін сіздерге. Мынау екеуіне қидым. Біреуіне мынау порошок білесіздер ма? 16 июньнен 2016 жылдың 15 июньнен ушастый нянь. Сіздердің жуып жүрген әриеттеріңіз, тайттарыңыз, фейлиларыңыз осы ушастый нянь Россияда қолданбайды. Запрет берілген. Бізге келіп әдемілеп керемет қып рекламадан көрсетіп, оны біз қолданып жатырмыз. Оны мүлдем қолдануға болмайды. Енді қараңыз, мынаны салдым. Әлі қайда кетті. Так. Мына қараңыздар. Мына кір жудым. Қараңыздар. Мынаны көріп тұрсыздар ма? Мынау ермейді. Қанша салсақ та мынау ермейді. Сол алып тұрады. Ой, рахмет. Ал енді мына қараңыздар. Мынау жаңағы мен осы біздің порошокты, эко-порошогымызды салып көрсеттім. Мөлдір мына су. Егер мына суға жүзіп жүрген балықтарды жіберсек, балықтар сол қалпы өлмейді. Сол қалпы өлмейді. Көрдіңіздер ме? Бұл суды егер аптасына бір рет үйге ханым ұйықтамаңыз. Егер мынаған қараңыздар, үйде өсіп тұрған гүлдеріңізге мынаны аптасына бір рет құйсаңыздар, гүлдеріңіз жайна өседі. Ол не деген сөз? Бұның құрамында химиялық заттар жоқ деген сөз. Бұның құрамында. Мына осындай нәрселер бар бізде. Енді тағы бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Мынандай бізде отбеливатель дейді. Білесіздер ма? Қандай керемет нәрсе мынау. Мұны қазір Әлия ханым әкелді. Мынаған қазір мен сіздерге көрсетемін. Мынаға
қолдарыңызды салыңыздар. Мына жерге біз зеленка қиямыз. Неге зеленка? Себебі киімдеріңізге зеленка тисе не болады? Ол нәрсе кетпейді, ол нәрсені уже не істеу керек?